Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Үйленудің пайдасы. Аллах Таала Ан-Нахл сүресінің 72-ші аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлаху жа'ала лакум мин анфусикум азважа ва жа'ала лакум мин азважикум банина ва хафадата ва разақакум минат-тойибат. Аллах Таала өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратты, жұбайлардан сендерге балалар, немерелер пайда қылды дейді. Баршамызға белгілі Адам алейхиссаламды Аллах Таала жаратты, және Адам алейхиссаламнан Хауананы жаратты. Міне осы ер мен әйелден адамзат тарады. Демек, табиғатта жаратылыста адам, яғни ер адам мен әйел адам бір-біріне мұқтаж екен. Нұр сүресінің 32-ші аятында іштеріңдегі бойдақтарды, ер жеткен ұл мен қыздарды үйлендіріңдер дегенде мағынадағы аят келеді. Демек, ол ер мен қыз баланың, әйел баланың үйленуі міндетті нәрсе екен. Ал енді бұл үйленуден қандай пайдалар табамыз? Үйленсе адам балалы болады, және баласы салихалы, тақуа болса, ол ата-анасына дұға жасайды. Со дұғасы себепті ата-анасы көптеген нығметтерге қауышады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгендей, бүкіл амалдар үзіледі. Яғни біз өмірден өтуімізбен бүкіл істеп жүрген жақсы амалдарымыз, яғни намаздың сауабы, оразаның сауабы бәрі үзіледі, бірақ мына үш нәрсе үзілмейді деді. Соның бірі валадун солихун яд'у лаху, салихалы ұрпақ қалдырып кетсек, соның жасаған дұғасы ертең дүниеден өткенде де біз үшін пайда беріп, яғни соның дұғасы, істеген әрбір амалы біз үшін пайда береді екен. Енді тағдырға иман келдірдік. Ешбір адам міндетті түрде жасы ұлғайып қайтыс болмайды. Кейбіреулер балағат жасына толмай баласынан, қызынан айырылып жатады. Осыған сабыр етсе, онда да хайыр нәрсе бар екен. Мысалы, біріміздің дүниеден ерте баламыз не қызымыз балағат жасына толмай дүние салатын болса, ертең қияметте сол жас өспірім балаға жәннатқа кір делінгенде ата-анамызсыз кірмейміз дейді екен. Аллах Таала өзінің рахметімен сол ата-анасын, сол дүниеден өткен жас сәбиінің шапағаты себепті жәннатқа кіргізеді. Және үйленбеген адам ол көзін харамнан сақтай алмауы мүмкін. Аллах Таала Құран кәрімде «Құлил муъминина яғудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум». Момындарға айт, көздерін сақтасын, яғни бөгде әйелдерге қарауға көздерін сақтасын, және ұятты жерлерін қорғасын дейді зинадан. Демек, Аллах Таала бізді бөгде әйелге қараудың өзін күнә екенін баяндап тұр бұл аятта. Және зина істеудің күнә екенін яхфазу фуружахум, яғни ұятты жерлерін қорғасын деп, зинадан да аулақ болуымызды бұйырып тұр. Ал енді үйленбеген адам осы нәрсеге түсіп қалуы мүмкін. Үйлену адамды шайтанның азғыруынан алыстатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Я махшар аш-шабаб, ман истата'a минкум ал-ба'ата фатазавваж». Кімде-кімнің үйленуге шамасы келетін болса, ол үйленсін деп пайғамбарымыз бұйырып жатыр. Тағы бір хадисте үйленген адам діннің жартысын қорғайды, және қалған жартысын қорғауда Аллах Таалаға қарсы шығудан сақтансын дейді. Демек, үйленумен адам өзінің дінін толықтайды екен. Салихалы әйелге үйленсе, қорғауға, яғни дінін қорғауға ол көмекші болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Абу Хурайрадан радиаллаху анхудан жеткен хадисте: «Танхиху ли марати ли арбаа». Әйелге 4 нәрсе үшін үйленеді дейді. Лималиха, мал үшін үйленеді біреу, яғни малы көп бай екен деп үйленеді. Вали джамалиха, біреу әдемілігі үшін үйленеді. Вали хасабиха, біреу тегі үшін үйленеді, текті ұрпақтан екен деп. Вали диниха, ал біреу дін үшін деп үйленеді. Фазфар бизати дин тарабат ядак, діндарына үйлен, берекелі болады дейді. Міне осы хадиске қарасақ, ішінде діндарына үйлен деп тұр. Өйткені біз тақуа әйелді, яғни діндар әйелді алатын болсақ, ол дінімізді алып жүруімізге көмекші болады екен.
Омар радиаллаху анху айтады, иманнан кейін жақсы әйелден артық нығмет жоқ дейді. Иә, иман келтірдік әрбіріміз мұсылманбыз деп. Одан кейін жақсы әйел алсақ, осы иманымызды толық алып жүруді, дінімізді сақтауға көмекші болады екен. Және бір сөзінде Омар радиаллаху анху: "Зауижу ауладакум иза балагу ла тахмилу асамахум". Егер балаларың балағат жасқа толған болса, үйлендіріңдер, олардың күнәсін мойындарыңа артпаңдар дейді. Иә, қайсы біріміз баламызды үйлендірмей жүрсек, ертең ол күнәға батып қалуы мүмкін. Оған ата-анасы кінәлі болып қалады. Сол үшін үйлендіруге бала шағамызды асықтыруымыз керек екен. Үйленген адамның 2 рәкат намазы үйленбеген адамның 80 рәкат намазынан артық деп те келеді екен. Енді біреу ойлауы мүмкін, үйленгеннен кейін оны мен қалай асыраймын? Оны бала туады, бала пайда болады, оны қалай асыраймын деп ойлауы мүмкін. Аллах Тағала аятта: "Иякуну фуқара юғнихумуллаху мин фадлих". Егер ол кедей болған болса, өзінің рахметімен, кеңшілігімен байытамын деп Аллах Тағала, әлемдердің Раббысы болған Алла Тағала уәде беріп тұр. Демек біз үйленуден қорықпауымыз керек екен, оны асыраудан қорықпауымыз керек, өйткені ризықты беретін Алла Тағала. Және жастай үйленсе, ол жастар ерте бір-біріне сіңісіп жатады, мінездері бір-біріне үйреніп кетеді. Мынау қазіргі санаққа қарайтын болсақ, көбінесе жасы ұлғайып үйленгендер ажырасып жатады екен. Неге? Ол сол 30 жасқа шейін және 35 үлкен жасқа шейін өзінің ойымен жүріп қалған адам ертең біреудің қол астында, яғни біреудің айтқанымен жүру оған әлбетте қиын соғады. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын" дейді қияметте. Аллах Тағала Құран кәрімде: "Вала тақрубу зина иннаху кана фахишатан ва саа сабила". Зинаға жоламаңдар, өйткені ол арсыз жол дейді. Иә, санаққа қарасақ, қазіргі осы бірнеше жылдың ішінде елімізде 70 000 бала тастандыға айналған. Не себепті? Осы зина себепті. Және 15-19 жастағы жас қыздар некесіз 20 000-ға жуығы бала көтеріп, оның 10 000-ы жасанды түсік жасатқан. Міне осының бәрі ерте үйленбеген себепті зинаға барып қойып жатады. Сол үшін де бала шағамызды ерте үйлендіруге тырысайық, ал бойдақтарға ерте үйленуге, осы естіп білгенімізге амал істеп ерте үйленуге тырыссын иншалла. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Амин.